40 жыл қырғын болса да, ажалды өлер деген бар. Расымен де бұл әлемде біз түсіне бермейтін небір аңызға бергісіз таңғажайып оқиғалар болып жатады. Солардың бірі стюардесса Весна Воловичтің басынан кешкен хикаясы. Ол 10.160 метр биіктіктен құлап тірі қалған әлемдегі жалғыз адам. Осынысы үшін де Гиннестің рекордтар кітабына енді. Сәлем достар, пайдалы ақпарат арнасына қош келдіңіздер. жылы 3 қаңтарда дүниеге келген Весна Волович қатардағы қарапайым көп қыздың бірі еді. Оның өмірін күрт өзгерткен оқиға 1972 жылы 26 қаңтарда орын алды. Дәл осы күні Югослав Airlines компаниясының JAT 367 номерлі McDonnell Douglas DC-932 ұшағы Стокгольм, Копенгаген, Загреб, Белград бағытындағы маршрутты орындап, Копенгаген мен Загреб арасындағы әуе кеңістігінде ұшып келе жатты. Бортта 28 адам, 23 жолаушы мен 5 экипаж мүшесі болды. Ұшақ қалыпты режимде 10 км биіктікте ұшып келе жатырған еді. Кенет фюзеляждың алдыңғы жүк салатын бөлігінде жарылыс болып, ұшақ екіге бөлінеді. Ұшқыштар кабинасымен қоса, ұшақтың алдыңғы бөлігі негізгі бөлігінен ажырап кеткен кезде, сол аралықта болған 22 жастағы бойжеткен бірден жерге құлап кетеді. Ұшақ қирандылары Чехияның Сербска Каменице ауылының маңайына құлайды. Оқиға орнына бірінші болып жеткен бұрынғы вермахт әскері Бруно Хонке қирандылар арасынан тамыры әлсіз соғып жатқан жанды денені байқайды. Осылайша әлем Весна Волович есімді таңғажайып тағдыр иесін таныды. Апат себебін зерттеген комиссия ұшақтың алдыңғы жүк салғышында жарылған бомбаның кейбір элементтерін тапты. Оқиға теракт деп бағаланып, хорваттық ультра 10 жыл ұсташы ұйымнан күдіктенді. Алайда нақты айғақтар табылмағандықтан құпиясы ашылмаған күйде қалды. Ұшақты Чехословакия әуе күштері жаудың ұшағы деп шатастырып атып түсірген дегенде болжам бар. Весна Воловичтің аталмыш рейске тап болуының өзі де қызық жағдай. Экипаж құрамында дайындауға жауапты әуе компания қызметкері, есімдері бірдей екі бортсерікті шатастырып, осы рейспен ұшуы тиіс болған Весна Николич есімді өзге бір стюардессаның орнына Весна Воловичті салып жібереді. Волович оқуын әлі аяқтап болмағандықтан стажер бортсерік болып ұшқан. Алда не күтіп тұрғанын кім білген? Аспан кеңістігінде 5000 метр биіктікке көтерілгеннен кейін ауа қысымы артады да тыныс алу мүмкін болмай қалады. Оттегі жетпеген соң адамның жүрегі жарылып кетеді. Мұндай жағдайда Весна Волович қалай тірі қалды дегенге келсек, ұшақ жарылған кезде ол бірден есінен танып қалған. Бұл өз кезегінде жүрек соғысын баяулатып, оттегі жетіспеушілігінен аман сақтап қалған. Гимнастикалық жаттығулармен айналысқан қыздың денесінің икемділігі оны жерге келіп соғылған кезде көптеген жарақаттар алудан сақтайды. Оқиға орнына бірінші болып жеткен соғыс көрген тәжірибелі бұрынғы солдат жарақатын таңып, қан кетуін дер кезінде тоқтатып, жедел жәрдем көлігі келгенше орнынан қозғатпай күтіп отырған. Қыз кейін бірнеше күн комада жатып есін жияды. Одан соң 16 ай аурухана төсегінде жатты. Басында дәрігерлер оны аяғына тұрып кете алмайды деп санаған. Алайда ол толық жазылып шығып, бұрынғы жұмысына қайта оралды. Компания оның әуеге қайта көтерілуіне рұқсат бермегендіктен офистік қызметке қалдырды. Осы қызметте 1990 жылдарға дейін жүрді. Кейін антиүкіметтік митингілерге қатысқан үшін жұмыстан қуылды. Апаттан кейін ол Югославияда ұлттық қаһарман саналды. 1977 жылы күйеуге шықты. 1985 жылы Гиннестің рекордтар кітабына енді. Басынан алған жарақатының салдарынан ұзақ уақыт не болғанын есіне түсіре алмай жүрді. Есін жиғанда өзінің айтуынша темекі сұрапты. Весна Волович кейін саясатқа араласты, еуроинтеграцияны жақтады. Ажырасқан соң өмірінің соңын жалғыздықта өткізді. 2016 жылы желтоқсан айында 66 жасында өз үйінде өмірден өтті.
Бірнеше күн хабарсыз қалған соң полиция мен бірде үйінің есігін сындырып кірген достары 23 желтоқсан күні оның өлі денесін тапты. Өлімінің ресми себебі жарияланған жоқ. Весна Волович ұшақ апатына дейінде бірнеше рет ажалдан аман қалған. 12 жасында Черногория жағалауында отбасымен бірге жағажайда демалып жүргенде акуланың жемтігіне айнала жаздаған. Жасөспірім шағында психикалық ауытқушылығы бар көршісімен жанжалдасып қалған кезде көрші жігіттің сілтеген пышағынан аман қалады. Есейген шағында клиникалық өлімнен аман қалған. Өзінің айтуынша, оны Воловичтер әулетінің бірі әулие Джордж қорғап жүреді екен. Ал сіз ғажайыпқа сенесіз бе?